рибаның қоғамға, отбасыға, руханиятқа қандай әсері бар? Жалпы ғалымдарымыздың айтуы бойынша кез келген қоғам болып қалуының, қоғам болып дамуының минималдық талаптары бар дейді. Бұл қоғамның жоқ болып кетпеуіне кепіл беретін ең минималды талаптар болу керек. Сол минималды талаптар болса, бұл қоғам әйтеуір қалай болғанда да құрымайды деген сондай бір ғалымдардың пікірі бар. Сол минималдық талаптардың ішінде 5 талап бар. Ең біріншісі, бұндай қоғамда міндетті түрде дін сақталу керек дедік. Екіншісі, адамның өміріне кепіл болу керек. Демек, бір адамды өлтірген бүкіл адамзатты өлтіргенмен бірдей деп айтылады ғой. Иә. Сондықтан да қоғамда адамның өміріне кепіл болу керек. Бір-бірін өлтіру қоғамда болмау керек деген. Үшіншісі, рибаға қатысты пункт, мүлік мәселесі. Қоғамда, мысалы, шариғатымыз, ислам экономикасы жеке мүлікті қабылдайды. Бір адамның жеке мүлкіне басқа адамның қол сұғуына құқысы жоқ. Ал қоғамда риба тарайтын болса, бұл кәдімгі адамның қолындағы мүліктің басқа осы рибамен айналысатын адамдардың қолына жеңіл ағып кету. Риба қоғамда қатты дамитын болса, өте бай азшылық топ болады, және де өте кедей көпшілік топ болады. Сол рибаның кесірінен көпшіліктің мүлкі рибамен ақша беретін адамдардың мүлкіне ауысады. Ал бұл қоғамда кәдімгі үлкен топ кедейлер мен кішігірім топ байлардың болуы, бұл қоғамда кәдімгі тепе-теңдік бұзылады, сосын бұл қоғамда конфликт болады. Міндетті түрде бір әйтеуір наразылық болады, бір қоғамның құлдырауына себептердің бірі сол негізі. Рибаға тыйым салудағы шариғатымыздың мақсатының бірі сол негізі.